сөйлесулерді бардырамыз. Әлі біз сізге аяулы радио тыңдаушылар, тақпақ халықтың терең ойы деген мақалады естіреміз. Тақпақ халықтың терең ойы. Сөздің күшлілігі, өткірлігі неше өмірлерден бері әдемдерді бәтірлікке шақырып, ауруды сау етіп, неше түрлі әлеуметтіктер етіп келеді. Сөзбен әдемді қоспаға да, айырмаға да болады. Сөзбен биіктікке көтермеге де болады. Бұлақтырып, ерге тастамаға да болады. Bizim ноғай халқымыздың да сөз қазынасы бек терең, кең екенін бұрынғы жырлардан, ертегілерден, поэмалардан көреміз. Оларды тыңласаң, дүнияңды мұтасың, бөтенде аз сөзді тақпақларға сейір боласың. Бәрі ақыллы ойлар, терең мәнелі асарлар, тау даңғылдан бастағандай тақпақлардан бастанадылар. Әрбір халықтың өзінің тақпақлары бар. Ама бәрісінің де мәнесі бір. Олар өздеріңді сүймеге, бір-біріне алал, шынты болмаға шақырадылар. Қайдай ақылбалық болғанлар бұрынғылар, бір-екі ауыз сөзбен үлкен мәнеді айтып бергенде. Неше еллар артта yazылсалар да, олар бүгін айтылғандай әрбір іске, әр әлге келістірілген. Халық ақында, ел ақында тақпақларды оқығанда, өз ерің үшін өктемсіп, оны айлақта қоршалағың сақлағың келеді. Мысалы, міне сөздерді қайтып мұтасың. Ері байдың елі бай. Мысырда патша болғаннан, елімде шобан болайым. Туған ердің ері еннет, суы сербек. Олар өз еріңді, өз еліңді сүймеге шақырадылар. Ойсызлықпан оны тасламаға, яманламаға керек туылын аңлатадылар. Ел болған жерде бәтір де бар деген айту көз алдымызға бұрынғы бәтірлерімізді әкеледі. Едіге, Шора бәтір, Айсылдың ұлы Әмет бәтір, ем сондай басқалар. Тіл бірлікке шақырадылар көк тақпақлар. Тіл бір болса, іс өр болар. Көптен қоян құтылмас. Ялғыздың бір ісі де ярымайды, бірлескенлер бір істе де арымайды. Ясылар қайдай болмаға керек, әне соны білер үшін, олар көп тақпақлар оқыса әру еді. Ат игісі арықта білінер, ер игісі ярлылықта білінер. Атты қамышы өлтірер, ерді намысы өлтірер. Бөрі болсаң, көк бол, ер болсаң, айтқаныңа бек бол. Әйел ақында тақпақлар әдемді терең ойландырадылар. Атасыз өксіз, ярты өксіз, анасыз өксіз, керті өксіз деген сөздерден соң, анасыз өсе таған балаларды көргендей болып, жүрегің шымтыйды. Өліп кеткен анаға қайдай күнә болсын, ама әлігі яшауда тірі қатынлар да өз әулетлерін таслап кетеділер. Олардың жүректері тастан да қатыма екен. Өз баласын тастаған ана әдем ме екен деп тұтылғасың. Көп сатларға үйретеді тақпақлар. Оларды тыңласам, тетемнің, атамның аузынан тез-тез есітсем, бөтенді тамашаға қаламан. Қайдай дұрыс тақпақ сөз. Күлме досыңа, келер басыңа деген тақпақтың мәнесін мен өзімді сездім. Досымның тоңқайып йығылғанда елағанына күлдім. Екінші кере сондай әлге өзім түстім. Язда бақшада істемеге ерінсем, атам маға, язда миы қайнағанның, қыста қазаны қайнар дейді. Еммен сол тақпақтың ұшын екенін аңлағанман. Айлақ көп сөйлесем, аз сөз алтын, көп сөз күміс деген айту ұялдырады. Қонақ келсе, едаплы болмаға, сыйламаға, қонақ атаңнан үйкөн деген айту үйретеді. Бірерде ертерек тұрғым келмесе, анам маға, ерте тұрғанның ырысы артар, ерімме жүргенің жүрісі артар дейді. Ерте тұрған әдемге Алла талам нәсіп береді деп, атам да есіме сала тұратаған еді. Соның үшін, аяулы радио тыңлаушылар, көп тақпақларды тыңламаға, аңламаға, олардың маслағатын, дұрыс насихатын толтырмаға шалысыңыз. Ясы үйкөн әдемлердің тақпақларды yazып алыңыз.
Соны bizim Ноғай ел радиосына әкеліп берсеңіз, біз сізге бек разы болып қалаяқ едік. Халықтың ақылы ойы яшауды еңіл етеді. Сіз аяулы радио тыңдаушылар, тақпақ халықтың терең ойы деген мақалады тыңладыңыз. Келебек жарлық басында, қанеке 15 ясында. Сен қанеке туысың, мен қанеке көргенмен. Басқаны түлкі табындай, мойналмадың сабындай. Шашы түлкі құйрығы, тіл Аллахтың бұйрығы. Хей! Қанеке ару ой қарар, ертен тұрып шаштарар. Шаш бауымның ұшынан заңғырдатып бұл қадар. Қанеке ару ойыңа, шақырпадың тойыңа. Шақыртасаң шақырпа, барман сенің тойыңа. Хей! Шалдың да құмға, яңы түстің ақылға. Таспа қайда, сіз кәріпке қыз қайда. Ойда меңлі қозы бар, қоңсы бидің қызы бар. Алайын десем малым жоқ, кісі алар деп яным жоқ. Хей! Оқты қаз, оқлы қоңыр қаз. Аузың оймақ бұлың ез, айда яным қара көз. Таспа шалдың тақылға, яңы түстің ақылға. Таспа қайда, біз кәріпке қыз қайда. Хей! Сонымен бүгінгі сөйлеуіміз бітеді.